Қайырлы күн, құрметті студенттер. Бүгін біз 4-ші дәрісіміздің тақырыбын бастайық. Денсаулық психологиясы және тұлғаның әлеуметтік кәсіби өзіндік анықталуының психологиялық ерекшеліктері. Жалпы бүгінгі тақырып бойынша біз үйлесімді өмірдің 3 түрегі бойынша өтеміз. Яғни психологиялық денсаулық деп отырғанымыз не? Жалпы үйлесімді өмірдің 3 түрегі деп отырғанымыз бұл психологиялық денсаулық, кәсіби өзіндік анықталу, яғни стресс менеджмент болып бөлінеді. Психологиялық денсаулық деп отырғанымыз не? Яғни адамның ішкі психологиялық күйіміздің ретте алуымыз, өзіміздің субъективті әл-ауқатымыздың сезімі. Келесі кәсіби өзіндік анықталу. Яғни кәсіби өзіндік анықталу бұл мамандық арқылы, яғни белгілі бір мәртебеге ие болу деп айтылады. Келесі стресс менеджмент. Яғни стресс менеджмент деп отырғанымыз жоғары жүктеме жағдайында мінез-құлықтың, яғни күйлеріміздің сауатты басқара алуымыз. Келесі бізде психологиялық денсаулықтың тұрақтылық негізі. Яғни психологиялық денсаулықтың тұрақтылық негізі, психологиялық аспектісі, тұлғаның рухани дамуы, күйлерді ретте алу қабілеті, бұны Дубровина бізде ғылымға терминге енгізген болатын. Психологиялық сау адамның шындықты және жоғары ақиқатты көре алу субъектісі. Яғни бұны Абрахам Маслоу айтқан болатын. Келесі слайдымыз сау сананың 3 құрылымы, яғни аксиологиялық, инструменталдық және қажеттілік мотивациялық. Аксиологиялық деп отырғанымыз не? Яғни адамның өзінің және өзгелердің құрдылығының ұғынуы. Яғни жынысына, жасына, жас ерекшеліктеріне қарамастан адамдарды, яғни ерекшеліктеріне қабылдай алуымыз. Келесі инструменталдық. Инструменталдық деп отырғанымыз, яғни рефлексивті, өзін-өзі таным құралы ретінде, яғни өзіңіздің эмоционалдық жағдайыңызды ұғыну қабілеттеріңіз. Қажеттілік мотивациялық. Өзіндік даму қажетсіну, яғни өзіндік дамытуға деген жауапкершілікті сезіне білуіміз. Келесі психологиялық бейімделу спектрі. Психологиялық денсаулық, яғни бұл жерде бізде төменгі, орташа және жоғарғы деңгей бойынша қарастырамыз. Яғни төменгі деңгейімізде бізде бейімделе алмаушылық, яғни мінез-құлықтың ассимилятивтік стилі. Келесі орташа деңгей, яғни қоғамға бейімделе алуымыз біздің. Жоғарғы деңгей болатын болса, бізде тұрақты бейімделе алуымыз, стресстік қандай да бір жағдайларға шығармашылық қатынастардың болуы. Позитивті ойлаудың трансформациялық күйі. Яғни бұл жерде екі бағытта қарастырамыз, яғни визуализация, яғни аффирмация. Визуализация деп отырғанымыз, яғни өзіміздің ішкі сезіміміздің позитивті ойлауымыз, яғни қандай да бір ойымыздың еркін басқара алуымыз. Ал аффирмация деп отырғанымыз саналанған, нақты құрастырылған позитивті ой. Яғни адамның ойы жаман ойды, яғни жақсы нәрсеге алмастыра алуымыз. Өзіндік анықталу, өмірлік бағдарды табу, яғни әлеуметтік өзіндік анықталу немесе кәсіби өзіндік анықталу екі бағытта жүреді. Әлеуметтік өзіндік анықталу деп отырамыз, яғни адам қоғамдық ортада өзіңізді анықтай алуыңыз, яғни жеке тұлғаның өзін білуі негізінде жүзеге асырылады. Ал әлеуметтік анықталу, кәсіби өзіндік анықталу деп отырамыз, жеке қажеттіліктер мен қабілеттерді кәсіби талаптарға сәйкестендіре білу алуымыз. Кәсіби дамудың тарихи және жүйелі қадамдары. Келесі мансаптық өсу траекториясы және коучинг. Яғни бұл жерде вертикалды мақсат және көлденең мансап болып екіге бөлінеді. Яғни вертикалды мақсат деп отырғанымыз, яғни иерархия арқылы, сатылар арқылы жоғары қарай көтеріле алуымыз, яғни лауазымдарымыздың көтеріле алуымыз. Ары қарай көлденең мансап, яғни бұл жерде біліктілікті арттыру, нақты күш пен биліктің кеңеюі. Ал коучинг деп отырғанымыз, яғни кеңес беретін консультант емес, яғни сіздерді тұлғалық шығармашылық мүмкіндіктеріңізді ашу, яғни дұрыс бағыт-бағдар беру. Стресстің екі бет-бейнесі. Яғни бұл жерде стресс бізде екі түрге бөлінеді, яғни пайдалы стресс немесе зиянды стресс, яғни эустресс және дистресс. Пайдалы стресс деп отырғанымыз, яғни стрессорлардың әрекетін жағымды жеңу, яғни организмдердің ресурстары мен қорғаныс механизмдерінің тұрақты ұлғаюы. Келесі дистресс, яғни зиянды стресс. Бұл жерде қолайсыз стрессорлардың әрекетін қолайсыз жеңу, организм ресурстарының азаюы және денсаулықтың бұзылуы. Стресстердің көрініс табуы, яғни біздің мінез-құлқымызда, денемізде, ойларда және сезімдерімізде
стресстердің осылай айқын өлшемдері, көрсеткіштері бейнеленеді. Яғни мінез құлқымызда біздің тез жүруіміз, қатты қолдарымыздың дірілдеуі, немесе жаңағы нашар ұйқымыз білінеді. Ал денемізде бізде арқан мен бастың ауруы, қатты терлеуіміз, алақандарымыздың терлеуі, яғни асқазан жүйесінің дұрыс болмауы, аяқ қолдарымыздың мұздауы, яғни ойларыңызда бұл бізде дұрыс болмай жатыр деген іште өзіңізде сұрақ қоюыңыз, немесе мен қате жасап жатырмын деген сияқты өзіңіздің ойларыңызда білінеді. Ал сезімдерімізде бізде ішкі мазасыздық, яғни беймазалық, одан кейін ашу, ыза, зейіннің нашар шоғырлануын айтамыз. Бұл стрессті бізде жеңуде келесі мәселелерді шешудің, яғни стратегиялық қандай да бір жоспарлар арқылы жеңеміз. Яғни бірінші мәселе арқылы мәселені ашық айту, яғни мені не мазалайды, нақты не мазалайды. Келесі, одан кейін мақсатты айқындап алуымыз керек. Яғни өзіңізге сұрақ қою арқылы маған не керек, нені қалап тұрмын. Немесе үшінші сатыда бізде альтернативті қарастыру, яғни екі бағытта. Мен нені жасай аламын. Одан кейін төртінші бізде салдарын қарастыру, яғни не болуы мүмкін жаңағы іс-әрекеттен. Одан кейін бесінші бізде шешім қабылдауымыз, мен шешімді қалай қабылдаймын. Келесі әрекетіміз, яғни қазір әрекет жасауым керек. Нақты, одан кейін жетінші ойдағыдай болады деп өзіңізге сенімді мақсат қоя білуіңіз. Психикалық күйлердің өзінің реттеу өнері, яғни сыртқы және ішкі әдістер. Бұл бізде сыртқы әдістер деп отырғанымыз. Музыкотерапия және кітап терапиясы, физиологиялық, физикалық құралдар немесе гидромассаждарды айтамыз. Ал ішкі әдістерге бізде жағымсыз әсерлердің дербес болуы, яғни мінез құлқымызға психикалық күйлердің әсер етуі. Дэвид Майерстың бақытты өмір сүрудің 9 қағидасы. Яғни Дэвид Майерс бізге 9 қағиданы атап көрсеткен екен. Қарым-қатынасқа байланысты, қазіргі сәтке байланысты, мақсат, позитивтілік, белсенділік, қозғалыс, демалыс, жақындық және руханият. Түйіндеме, яғни